Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен сандуғаш. Бүгін деген осындай сары мен ақ комбинированный алқа жасайтын боламыз. Сердоликтен, натуральный сердолик. Және бізге керекті заттар цеп, фазолада, сердолик натуральный, размерін бәрін описанияға жазамын. Және межбусилар осындай ақ колечки, 2 кремп, 2 протектор, осындай 9 застежка комбинированный, өзім құрап аласыздар өздеріңіз. Және де юбилейный трость осындай, және инструменттер қажет. Енді бірінші тростымызды алып, цептің бойымен өлшейміз. Және де қайшы немесе кусачкамен кесіп аламыз. Егер де сұрақтарыңыз болып жатса, түсінікті емес жерлер болса, онда комментарияға жазсаңыздар болады. Бірінші крем, екінші протектор, және де видеоларымды жоғалтып алмас үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Енді арнайы инструментпен кремпімізді бекітеміз. Крем бекітілді. Енді мынау үшін ыңғайланып кесіп аламыз. Енді бір сердолик және бір межбусыйдан салатын боламыз. Осылай. Және артық тросты осылай арасына салып жібересіздер. Нақты размерлерін описанияға жазатын боламын. Және де дизайндарын көргілеріңіз келсе, онда менің инстаграмыма кіріп қарасаңыздар болады. Ссылканы астында қалдырамын. Ссылкасын описанияға қалдырамын. Осындай болу қажет. Әрине, сіздер дизайндарын өздеріңіз ойлап тапсаңыздар болады. Немесе тура дәл осындай қылып жасауларыңызға болады. Осы заттардың бәрін фурнитура сататын магазиннен заказ беріп алдырттым. Қазіргі таңда фурнитура сататын магазин барлық қалада бар. Және де менің басқа да видеоларыма кіріп қарасаңыздар болады. Осы жерде түсінікті емес нәрсе сол жерде анық көрсетілуі мүмкін. Қазіргі таңның бұл тренд 2021-2022 тренд алқалар болып есептелінеді. Кейінгі өздеріңіздің нишаларыңызды таппай жүрсеңіздер, осы қолөнермен айналыссаңыздар болады. Және әрқашан алушыларды табылады бұндай қолөнерді. Міне, цеппен бірдей. Енді жасап қарап аламыз. Енді бекітеміз. Бекіту үшін кремппен протекторды аламыз. Кремппен протекторды қолданғыңыз келмесе, онда колоты деген бар, соны қолдансаңыздар болады. Менің кремпы деген видеомда бар, колоты анық түсірілген, қалай жасау керектігін. Және де артық тросты өстіп бусиннің арасына салып жібереміз. Кішкене протекторды қысамыз. Қатты тартпаңыздар, әйтпесе алқаларыңыз дұрыс болмай қалады. Кішкене бостау болу керек. Және кремпті бекіте алмасаңыз, осындай инструментпен, арнайы кремпер деген бар инструмент,
вот сондай сатып алып соны бекітсеңіздер болады. Онымен оңай бекіту. Қатты қысып бекіттім, бекітілді. Енді артық тросты қиып тастаймыз. Міне дайын болды осындай. Енді осындай ақ колечкемізді алып ашамыз. Кремпен тізепті бекітеміз. Міне көріп тұрғаныңыздай бекіттім. Енді керекті ақ жағына ақ колечкиді қолданамыз, сары жағына сары колечкиді қолданамыз. Сары колечкемізді алып бекітеміз. Бекіттім мықтырақ. Енді осы тоғымыздың осы домалақ жағына кулон білеміз. Кулон осындай арнайы және өзінің осындай ілгіші болады. Осы ілгішін ақырын ашамыз. Міне аштық. Енді осы домалақ жағына кіргіземіз. Тағашайын. Немесе бұлай кулонды алып тастап, бірінші осы жағын кіргізіп алып, кейін барып кулонды салсақ болады. Міне кулонымыз жабылды. Осындай ақ пен сарыны комбинировать етіп, өздеріңіз ойластырып жасасаңыздар болады. Міне мен осындай алқа жасадым, комбинировать етіп. Осында наборда бізде осындай сырға болады. Бұл да сырға комбинированный ақ пен сары болады. Міне бұл конго биколор деп аталынады. Міне осындай. Міне және бублики, сердоликтің бублики. Сатып алып, фурнитура сататын магазинде сатады, осындай арнайы. Осылай, міне набор қылып, міне жасасаңыздар болады. Осындай набор шықты. Ұнаса лайк басып кетіңіздер.